аты жөнім Мыңбай Жұмабек, Атырау қаласының тұрғынымын. Осы Тексол компаниясында жұмыс жасап келе жатқаныма 3-4 айдың жүзі болып қалды. Біздің негізгі міндетіміз мұнда енді өндіріс болғасын, бізде мұнда вагондарды жөндеу және жуып шаю бағытындағы өндіріс болғандықтан бізде мұнда неше түрлі құрылғылар бар. Атап айтатын болсақ, генератор, компрессор, насостар бар, неше түрлі үлкенді кішілі компрессорлар бар. Соның бәрі мысалы қандай да бір ақаулары анықталып істен шығып жатса, соның іске қосып, жөндеп, қалыпқа келтіру біздің негізгі міндетіміз болып саналады. Мына жерге келетін болсақ, мына біздер тобымызбен осы жерде жұмыс жасап жатырық. Мына жерде мына компрессор дұрыс ауа жинамай тұр, соны ашып-шашып, ақауын анықтау үстіндеміз. Пока әзірге ақауын анықтаған жоқпыз. Сондықтан әлі процесс істеміз. Мұнда енді күрделі жұмыс кездесетіндердің бірі, мысалы, енді манаға айтып отқан неше түрлі құрылғылар бар. Соларды мысалы ақаулары кейбіреулер бірден анықталып жатады. Анықталмаған жағдайда біздер енді түгелдей шашып, мұны әрбір бөлшектеп, ол енді аса ұқыптылықты талап етеді және мұқияттылық талап етеді. Оны мынадай қазір металл дейтін оның білетін болсаңыздар, чугун болып келеді көп жағдайда. Ол чугун енді білесіздер, өте әлсіз металл. Құттай күш алсаң сынып кетіп жататын жағдайлар кездеседі. Соны мұқият шашып, ақауын тауып, қайтып жинау енді ол бір мотор шашқанмен тең жұмыс болып келеді. Сондықтан сондай бір күрделі жағдайлар болып тұрады. Әкем енді бала кезімнен спортқа баулып өсірді. Бала кезімнен боксқа қызығып өскен, өзім негізі. Сол боксқа 10 жасымда барып қатысып, кішкене бір енді өткінші шақта кішкене тастап кеттік. Содан мына әскери қатарына барып келіп, муайтай спортына келдім. Әскери қатарынан келгеннен кейін қаламыздағы білікті бапкеріміз бар, Айбат Рахман дейтін, сол кісінің қол астында 10 шақты жылдай қатысып, спорт шебері атағына қол жеткіздім. Ағайыма алғысым шексіз. Әлде барып, амандасып, жастарға тәжірибемен бөлісіп тұратын кездерім болады. Енді триатлонға келетін болсақ, триатлонға енді жарақаттарыма байланысты тайбоксты қоюға тура келді. Сосын оны алмастыратын спорт ретінде осы триатлон спортын таңдадым. Триатлон спортында енді өздеріңіз білетіндей 3 спорттың қосындысы, жүгіру, велоспорт, жүзу деген сияқты сол экстремалды спорт түрлері болып саналады. Сондықтан өзім ерекше әсер алған жақсы көретін адаммын. Сондықтан осы спорт түрін таңдап айналысып келемін. Енді әр спорттың өз ерекшеліктері. Сондықтан мен үшін екеуін бөліп жарып жақын деп айта алмаймын. Екеуі де жақын маған. Айтып өткендей, әлде түбегейлі үзіп кеткен жоқпын. Барып тұрам, тәжірибемен бөлісем. Қазақта айтады ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп. Барып кішкене спарринг өткізіп, жастармен тәжірибемді бөлісіп, уақыт өткізіп барып тұрам. Тайбокстан спорт шебері атағына қол жеткіздім. Енді триатлонға келетін болсақ, әркімнің несіне таңдауына байланысты. Бұл 3 спорттың қосынды болғаннан кейін кішкене күрделі келеді. Сондықтан оны тек өтіп шығудың өзіне бір дайындық керек. Ал жақсы нәтижеті көрсетсін, оған ерекше жақсы бір дайындық керек. Мен өзім уақытын жаңартуға тырысам, әр жарыс сайын мен ешкіммен жарыспаймын. Ең бастысы мен ұстанатын салауаттылықты ұстау.
менің жұмыс уақытым аптасына 5 күндік болғандықтан мен жеңіл желпі жаттығуларымды жұмыс күндері жұмысқа дейін немесе яғни таңертең немесе кешкі уақытқа жоспарлап өткіземін. Ал есесіне күрделі жаттығуларымды сенбі жексенбіге жоспарлап өткізуге тура келеді. Өмірдегі ұстанымым енді шама келсе адамдарға пайдалы болу және де салауаттылықты дәріптеп өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі болу, қажет болып жатса тәжірибемен бөлісу. Сосын айта кететін жағдай, денсаулық ол Құдайдың әрбір адамға берген аманаты, сондықтан әр адам салауаттылыққа көңіл бөліп, өзін жақсы спортқа ден қойып ұстаса деген тілек бар. Жұмыс енді өзіме ұнап жатыр, көңілмен шығып жатыр. Жұмыстастарым бәрі жақсы, бәрі де енді келіп жатқан жұмысшылар көп жерден. Бәрі тәжірибелі жұмысшылар. Бастық жағынан да енді жағдай бәрі қарастырылған. Арнайы киінетін жеріміз бар, өзіміздің шеберханамыз бар. Барша ыңғайлылық туғызылған, жағдай жасалған барлығы. Енді барша жас мамандарға кеңес беремін, осындай компанияға келіп бізде енді жаңада ашылып жатқасын қазір көп мамандықтарға сұраныс жүріп жатыр. Қазіргі таңда келіңіздер, ұжымдас болайық, бірге осы компанияны көтерейік, еңбек етейік.